Солай болды ма? Солай болды. Енді сен дедім, Ділмұратты тыңдап жүрсің ба? Ділмұратты тыңдап жүрмін. Мен саған Ділмұраттың өтірігін айтайын дедім. Мен біреуді жамандау емес. Бірақ оның өтірігін, бір өтірікті айтқан адам дедім, ол ешқашан оламалар олардың сөзін алған емес. Өйткені бүкіл дүниеге өтірікті жариялап отыр да. Анау сайт деген нәрсе бар анау интернетте. Мен өзім ұстазымның атын жаздым да, сайтты басып жіберсем, Ділмұраттың сайты шығып келді. Ділмұраттың сайты шығып келді. Соны Ділмұрат жазып отырған жерде. Мен 93-тен 94 жылдары Алаудың Мәсірде сабақ алдым деп жазып отыр. Бұл өмір Алаудың Мәсірде сабақ емес, ол тек менен сабақ алды. Дұрыс емес пе? Жұрттың бәрі біледі, мен осы жерде отырған көбі біледі. Ол тек менен сабақ алған дедім. Алаудың Мәсірде мен сабақ алмасам, ол тек менен сабақ алған. 5 жыл оқытқам, оны 2 жыл емес. Кейін оқуды бітіріп қайтып келгеннен кейін де және қашан кеткенше оқыттым. Менен басқа оның ұстазы болған емес бұл жерде. Анау Рахматжан аға да 1 жыл оқыды ма? 1 жыл оқыды, басқа ешкімде оқыған жоқ ол. Мен айтам, осы сол жанындегі Мәдина Мұнавварада Жамиат Исламияда оқыды ол. Жамиат Исламияда, Ислам университетінде Ділмұраттан жақсы оқығандар бар. Дидар деген жігіт мысалы. Мүмтазбен оқыған. Мүмтазбен тек 5-пен оқыған. Ол Ділмұрат 5-і де бар, 4-і де бар, солай оқыған. Бірақ Ділмұрат аналардан гөрі не жоғары білім? Неге жоғары білім болды? Өйткені ол бізде Уммахатул Күтүб оқыған. Уммахатул Күтүб деген кітап негіздерін оқыған. Ана мен Шаукани деген, имам Шаукани деген кісі бар. Ол кісі үлкен ғалым болған адам. Найл Аутар деген, Фатул Қадир деген тафсирлердің иесі, Найл Аутар деген жаңағы хадис кітап жазған адам. Сол адамның өмір баянын оқыған кезде, қайсы кітаптарды оқылды деген кезде, Уммахатул Күтүб деп, сол тек біз сабақ беретін кітап жазып болған. 1-2 кітап қосылған болса қосылған, негізгі біз қайсы кітапты сабақ беретін болсақ, сол кітаптарды Уммахатул Күтүбті, мына кітаптарды оқыды, пәлен-пәлен ұстаздар деп жазған. Мен айтам, біз оның фундаментін мықты қылдық та, ол сол жерде оқығандардан жоғары болды. Егер, мәселен, мынау Азхар Шарифті айта алайық. Азхар Шарифті оқып жатқан жігіттердің ішінде ең мықтысы Сарпбеков Асқар. Сарпбеков Асқар да мына Нұралылардың серігі болған жігіт. Сол осы жерде құйып жібердік фундаментті, сонымен ар жаққа алып кетті. Болмаса сонымен бірге оқып жатқан жігіттер бар. Одан жақсы оқып жатқан сол несінде де университетінде. Бірақ олардың дәрежесіне жете алмайды. Неге? Фундамент жоқ та оларда. Мен айтым, сен Ділмұратың жетеді осының өзі өтірік. Кімнен сабақ алған? Жасырып отыр. Мейлі енді мәселен анау сайтта мәселен біреуден ұялған шығар. Бірақ жаңағыдай өзінің шәкірттеріне солай деп айтқан да ол. Маған оның менің ұстазым деп мойындау керегі жоқ. Бірақ өтірік қой ол. Өтірік айтуды пайғамбар алейхиссаламнан келіп сұрады. Момын адам қорқақ бола ма дегенде, иә болады деді. Момын адам сараң бола ма дегенде, иә болады деді. Момын адам өтірікші бола ма? Жоқ, өтірікші болмайды деді. Сонда сахаби әйелдер сұрады, е Расулаллах, біз балдарымыз шақырамыз деді. Пәленше бері кел, мынаны берем деп деді. Қолымызда ештеңе жоқ деді. Сол өтірік бола ма дегенде, пайғамбар алейхиссалам сахаби әйелдерге айтты. Әл-күдайбәту туктабу күдайбәтан деді. Кішкентай өтіріктің жазып қойылды деді. Соның үшін оның қандай мақсаты, қандай ғаразы, оны Алла Тағала біледі. Біз енді оны осы себептен мүлдем есептен өшіп тастау керек деген мағынадан ұзақтамыз. Бірақ олардың бір шейхтардың бір несіне апарды мен. Апарғанда жұмысы жаңағыдегі тек біреуді жамандау. 2 телефон қойып қойған, пәленше Кувейттің әмірін кәпір деді, түгенше пәленшердің әмірін кәпір деді. Ең жаңағыдегі ғалым деп отырған адамдарды. Содан мен айттым, мынауың дедім, сен бұған қайтып сендер бұны шейх деп жүрсіңдер. Содан кейін үлкен ұстаздар жаңағыдегі, бұлар мәдхалит дейді ғой, мәдхалит деген Шейх Роби Мәдхали деген кісінің жолында жүрген үшін бұларды мәдхалиттер дейді. Шейх Роби Мәдхали деген кісі келіп айтыпты, ана пәленше адамды қойыңдар, ол адасып кетті деп. Ол жаңағы мен айтқан адамды да адасып кетті, оны қоясыңдар депті. Мысалы қателесіп кетті мынау дегенде, бұның сөзін алмаңдар дегенде. Содан кейін ол ананың жүзі адасқан деп, өзінің ұстазын адасқан деп шықты. Сөйтіп екіге бөлініп кетті мәдхалиттер. Біреу мәдхалит, біреу және басқа болып та енді. Міне қараңыз, мақсат не ол? Мақсат
dinning damıp Müslümanların birligi emas maksat. Maksat Müslümanların birligi emas. Müslümanların birligi bolатын bolsa mına 13 asırdan beri 4 fiqhi mazhabning eng ulkeni müstahab degan amalды teksermey turib, zertlemey turib bid'at demeydi edi. Başka meselelerde solay. Başka meselelerde solay.